Бірнеше күн бұрын Таразда болған жойқын желдің салдарынан 11 көп қабатты тұрғын үйдің шатыры ұшты. Боранның кесірінен бірнеше күн бойы аталған үй тұрғындары жарық пен газсыз отыруға мәжбүр болды. Қазір қирандылар тазарып, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ жергілікті билік қалыпқа келтіруге бірде-бір қаржы бөлмейміз деп отыр. Себебі неде? Әріптесім Шерхан Абзалұлы анықтап көрді. Таразда болған дүлей дауылдың кесірінен 11 көп қабатты тұрғын үйдің 2440 шаршы метр шатыры зақымданған. Бір сәттік боз боранның салдарынан қалада 70-тен аса тал құлап, 3 ірі кернеулі жел үзіліп, 150-ден аса тұрғыннан шағым түскен. Желден жабындысы ұшқандар арасында 2 мектеп пен 2 балабақша бар. Сондай-ақ табиғаттың тосын мінезінен көшелердегі 21-дей бағдаршам істен шығып, 2 аялдама құлаған. Халық қанша жерден атқарушы билікке алақан жайғанымен бәрібір бір тиын да бөлінбейтінін білдік. Бұл жерде өтемақы ешкімге төленбейді. Біріншіден жаңағы біз қалада төтенше жағдай жариялаған жоқпыз. Өйткені жаңағы порыв ветра дейді ғой, секундына өзінің жаңа белгіленген заң аясында желдің жаңағы секундына шаршы метр белгілі болу керек, ол оған жетпейді. Сондықтан тек қана біз өз күшімізбен мердігерлердің қаладағы құрылыс компанияларының күшімен ғана біз қалпына келтіріп береміз. 19 ақпан күні Тараз қаласында жойқын желдің кесірінен 15-ші шағын ауданда көп қабатты үй шатырсыз қалған болатын. Дәл сол күні біздің түсірілім топ әлеуметтік желіге 14-ші үйдің балконын түсіріп жариялаған болатынбыз. Қазір біз дәл сол жердеміз. Жөндеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Ал бізге қарама-қарсы тұрған 16-ші үй, дәл осы үйдің шатырлары ұшып, тіпті мынау біз тұрған 14-ші үйге де зиянын тигізіп, астында тұрған 3 бірдей көлікті басып қалған болатын. Қазір осы құрылысқа жауапты мамандарды біз сұхбатқа тартып көрген болатынбыз, бірақ бізге жауап беруден бас тартты. Тұрғындардың айтуынша мердігер компания кеткен шығындарды өз мойнынан алып, жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал Бұқара болса, бораннан кейін қала әкімшілігінен жан баласы келіп, жағдайымызды сұрамады деп өкпелерін жасырмады. Әкімшіліктен жоғары жақтан келген адамдарды біз көрмедік. Только осы компания өздері келіп жасап жатыр. Солардың құрылыс жұмысшылары жасап жатыр, өздері жүр. Солар жасап, өндіріп, бәрін жақсылап жасап беріп кетіп жатыр. Ал жоғарыдан адам әлі келген жоқ. Жасаған жұмыстар өте жақсы. Көңілімізден шығып жатыр. Бүгін азанғысын келіп біздің үйді келіп жасап кетті. Жақсы жасап кетті. Майысқан жерлердің бәрін алып тастап. Қазір тазалық жұмыстары тиянақталған, бірақ шаһар тұрғындары шаш етектен шығынға баттық деп шағымданып отыр. Ал әкімдік әменің жұқартқысы жоқ. Міндеттің барлығын мердігер компанияның мойнына жүктеп отыр. Қысқасы, Бұқара бірігіп жылу жинай ма, жоқ жыртықты жамау үшін қарызданып қауғалана ма? Бұл өздерінің проблемасы болып тұр. Шерхан Абзалұлы, Нұрлан Оспанәлі, Абуғали Ордабай, Тараз 24.